Бүгіннен бастап сайлау учаскелерінде сайлаушылар тізімі тұрғындарға ұсынылатын болады. Осы уақыттан бастап 25 сәуірге дейін босату туралы құжатты алып, соның негізінде әр сайлаушы дауыс бере алады. Сайлау күні Астанада 189 сайлау учаскесі жұмыс істейді, және 65 учаске шетелдегі елшіліктер мен дипломатиялық миссияларда жасақталады. Бүгінде 3 сайлау учаскесі толығымен дайын. Нөмірі 98-ші, 5-ші, 94-ші сайлау учаскелерінің төрағалары учаскелердің дайындығы мен жұмыс жоспары жайлы баяндады. Қазіргі таңда бізде мына тізімдерді нақтылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жергілікті халықтың өте белсенділігі байқалады. Өйткені күнбе-күн бірнеше адамдар өздерінің тізімнен бар жоқтарын анықтап біліп жатыр. Сайлау күні үйде дауыс беру қарастырылған. Егер азамат науқастанып қалса және соған байланысты сайлау учаскесіне келе алмаса, немесе ауыр науқастанған өзге біреудің күтімімен отырса, ол учаскелік сайлау комиссиясына үйде дауыс беруді ұйымдастыру туралы өтініш жазалады. Өтініш 26 сәуірде күндізгі сағат 12-ден кешіктірілмей берілуі тиіс. Аталған талап сақталған жағдайда үйде дауыс беру ұйымдастырылады. Өтініштердің үлгілері учаскелік комиссияда бар, және қажет жағдайда сайлау күні олар жылжымалы жәшікпен дауыс берушілерге барады. Сайлаушылар тізімін анықтау және актуалдандыру мақсатында Астана қаласы әкімдігі тұрғындарға нақты уақыт тәртіптемесінде келесі мекенжайлар арқылы өз сайлау учаскесі туралы мәлімет алу мүмкіндігін ұсынады. Сұрақтар туындаған жағдайда 55-66-55 тікелей желі телефоны бойынша сағат 9-дан кешкі 20:00 аралығында, демалыс және мереке күндері сағат 10-нан кешкі 20:00-ге дейін Астана қаласы әкімдігінің байланыс орталығына хабарласуларыңызды сұраймыз.